Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, жұп-жұмсақ, нәзік, ашыған қою сүттен құймақ дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оңай, көп уақытыңызды алмайды, жасап көріңіздер. Ең алдымен 1 литр ашыған сүтімізді шұңғыл ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне S1 категориялы немесе S0 категориялы 4 жұмыртқаны жарамыз. 6 ас қасық сұйық май, 8 ас қасық қант саламыз. 1 шай қасық тұз салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін 600 грамм ұнымызды 200 граммнан үстіне 3 рет бөліп саламыз. Жақсылап іртік қалмайтындай етіп араластырамыз. Бізде йогурт тәріздес, сұп-сұйық бір тегіс масса шығады. Видеодағыдай. Үстіне қайнаған жылы суымызды құямыз. 1,5 шай қасық ас содасын саламыз. Енді барлығын араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын. Бірінші табамызды қатты қыздырып аламыз. Ең бірінші құймақты пісіретін кезде астын майлаймыз, одан кейінгі құймақтарды астын майламаймыз. Жиектері қоңырқайланған кезде астыңғы бетін ауыстырамыз. Барлығын осылай қайталап пісіріп аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Ыстық құймақтарымызды майлап ұсынамыз. Ас болсын.